Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгінгі қиссамыз Сәлемнің басы деп аталады. Тәңір тағала Нұрмұхамбетке: «Ей, менің досым Мұхамбет, мен барша ғаламды сен үшін жараттым. Сен болмасаң, мына әлем жаралмас еді. Енді сенің өз нұрыңнан нәр алған 18 мың ғаламды аралап көруіңе рұқсат», деді. Мұхамбеттің нұры алдымен келіп 4 мұқарап періштеге сәлем берді. Жәбірейіл, Мәкаил, Ысырапыл, Әзірейіл пайғамбардың сәлемін қабыл етіп, сол арада кәләм шахадат айтып, мұсылман болды. Нұр: «Сендерді Құдай не мақсатта жаратқан?» деп сұрады. Олар: «Біз барша мақұлықат пен Құдайдың арасын жалғаймыз», деді. «Онда менің үмбетіме қайырлы болыңдар, адасқан үмбетіме тура жол нұсқаңдар», деді. Періштелер: «Егер сенің үмбетің күн сайын саған 10 рет салауат айтса, онда Алладан оның 2 дүниеде қайырлы ғұмыр кешуін тілейміз», деп уәде етті. Онан кейін Мұхамбеттің нұры аршы, күрсі, лаухы, қаламға келіп сәлем етті. Олар да сәлемін қабыл етті де ерекше ыстық махаббатпен: «Әшхаду әллә илляха илалла вә әшхаду әнна Мұхаммадан ғабдуху ва расуллух» деп кәләм шахадат айтып, мұсылман болды. Нұр: «Әй қалам, сенің қызметің не?» деп сұрады. Қалам: «Әлемнің әуелі мен ақырына дейін болатын оқиғаны Жаббар хақтың қалауымен жазамын», деді. Нұр: «Әй тағдыр тақтасы, сенің қызметің не?» деп сұрады. Ол: «Мен барша мақұлықтың тағдырын бекітемін, құпия етіп сақтаймын», деді. «Әй қалам, менің үмбетімнің тағдырын жеңілетіп жаз», деді Нұр. Ол: «Уақырдың пайғамбары, егер саған кімде-кім күніне 10 салауат айтса, оның тағдырының жеңіл болуын бір Алладан тілеймін», деді. Одан соң Мұхамбеттің нұры 8 жұмақ пен 7 тозаққа келді. Оларда пайғамбармен сәлемдесіп, шахадат айтып, мұсылман болды. Пайғамбардың нұры: «Әй жұмақ, сені не үшін жаратты?» деп сұрады. Ол: «Жаратқанның әділ деген сипаты бар. Ол дүние сынағынан сүрінбеген құлдарын менімен сыйлайды. Дүниеде көрген қорлық, тартқан азабының өтеуін менен табады», деді. Содан соң тозақта: «Әй тозақ, сені не үшін жаратты?» деді. Ол: «Құдайдың жазалаушы деген сипаты бар. Дүниеде момынның ақысын жеген, әділдікті таптаған, ар-ожданды былғаған, күнәһар құлдарын маған тастап жазалайды. Мен оларды өртеймін», деді. Нұр осыдан соң қара жерге келіп: «Сен кімсің?» деп сұрады. «Мен жермін. Күллі тіршіліктің қайнаған құтты мекені менде болады», деп мақтана жауап берді. Мұхамбеттің нұры: «Баяны жоқ сұм жалған пәни дүние сенде екен. Сондықтан босқа мақтанасың», деді. Қара жер жым болды. Сосын сумен тілдесті. «Әй су, сені Құдай не хикметпен жаратты?» деді. «Мен Алланың ерекше хикметпен жаралған нығметімін. Күллі кірлеген затты мен тазартам. Тіршіліктің бір көзі маған байлаған», деп мақтанды. Су: «Сен бекер мақтанасың. Күллі кірді тазартасың.
бірақ өзің де лас болып ағасың. Құдай қаласа, тіршілікті топан сумен де тоқтата алады, деп судың аптығын бір ауыз сөзбен басты. Содан соң отқа келді де, «Әй от, сені не мақсатта жаратты?» деді. От: «Мен Алла жаратқан құдіреттің бірімін. Менсіз тіршілік болмайды. Суықты қашырамын, шикіні пісіремін, темірді балқытамын», деп мақтанып сала берді. Нұр: «Сен де босқа мақтанасың. Жануың желден, өшуің судан. Қараусыз қалсаң, тіршілікте қуаныш емес, қасірет сыйлайтын қатыгездігің басым. Өз бетіңше өшуді білмейтін тілсіз жаусың», деді. От сап тыйылды. Сосын желге барып тіл қатты. «Сенің мұратың не?» деді. Жел: «Мен бұлттарды айдаймын. Жердің көгеріп көктеуі, қуаңшылықтан құтылып құлпырып тұруы маған байланған. Сондықтан тіршілік менімен тыныстайды», деп мақтанды. Пайғамбардың рухы: «Міндетің жақсы екен, тек ақылың кемекен. Кей кезде жындылықпен іс қыласың. Долданып соққанда гүлденген әлемді жермен жексен етесің. Құбылмалы мінезің мұратыңа көлеңке түсіріп тұр», деді. Жел де жым болды. Осыдан соң жер, су, от, жел төртеуі нұрға уәж айта алмай ауыздарына құм құйылды. Төртеуі ықыласпен кәлима айтып, сол жерде мұсылман болды. Кейін осы төртеуі тіршіліктің тынысына айналды. Каналға жазылып, лайк басуды естеріңізге саламын.